Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Қалайсыздар? География ұбт тест талдау 13 сұраққа жеттік. Сұрағымызды талдамастан бұрын алдағы айда бұйырса онлайн сабақ жүргізу туралы ниетті екенін жеткізгім келеді. Қазір ол туралы мына жерге шығарып қоямын описанияға. Яғни үшінші сабақта толыққанды айтқан болатынмын. Аптасына неше рет, бағасы қандай болатындығы туралы. Жалпы енді сұрағымызды талдай берейік. 13-ші сұрақ: Африка материгінің ең биік нүктесі. Дарфур, Килиманджаро, Камерун, Маргарита, Джомолонгма дейтін секілді жауаптар тұр. Қазір былай жасайық. Осы айтылған 5 физикалық объектіні атауын тапсақ, яғни қандай дүние екендігін тапсақ, бізге жеткілікті. Және сол туралы нақты мәліметтер келтіреміз. Біріншісі Дарфур. Дарфур ол бізде үстірт. Демек, жауаптың қазір жасаймыз. Яғни Африканың солтүстігінде үстірт, Судан мемлекетінің батысында орналасқан, биіктігі 1000-1500 метр. Яғни уэттер дегеніміз не? Құрғақ қалған өзен арналары. Яғни осы уэттермен бөлініп қалған. Жалпы енді шөлейтті саванналы ландшафтта орналасқан, ең ірі кейбір жанартау жоталарының бөліктері бар. Ең ірісі Марра, яғни Джебел Марра, 3088 метр биіктікте орналасқан. Ол 1967 жылы соңғы рет атқылаған екен. Және одан кейін екіншісі Гимбала жанартауы, ол бізде 371 метр биіктікте орналасқан. Жалпы ол бізде таулы үстірт деп айтсақ болады. Демек, Дарфур Африка материгінде орналасқан таулы үстірт. Одан кейін Килиманджаро. Килиманджаро ол бізде Шығыс Африкада жанартаулық массив, яғни жанартау бұл да Танзания мемлекетінде орналасқан, биіктігі 5895 метр. Кейбір деректерде 5885 деп келеді. Жалпы енді Африка құрлығының ең биік жері. Демек, дұрыс жауап ретінде осы қалдырамыз. Демек, Африка материгінің ең биік жері ол бізде Килиманджаро жанартауы. Сонымен қатар мәліметті толтыра кетейік. Ол жалпы негізгі сөнген жанартау, яғни 3 жанартаудан, яғни сөнген 3 жанартаудан Кибо, Мавензе, Ширадан тұрады. Жалпы енді көріп тұрғандарыңыздай жауын-шашын жылдық мөлшері 1000-3000 миллиметрден, яғни ол жанартау дегенде, яғни жанартаулар біз екіге бөлеміз ғой. Қандай? Сөнген және сөнбеген жанартау деп. Сонымен қатар таудың басында мұз қалыптасады. Жалпы бұл жерде Килиманджаро ұлттық саябағы бар. Осы нәрсені тоже бұтта келіп жүрді. Килиманджаро ұлттық саябағы туралы сұрақтар. Орналасқан жері демек Килиманджаро жанартауында орналасқан екен. Бұл жері сонымен Африканың ең биік жері. Және мына нәрсені сіздерге ұсынғым келеді. Осы жерде орналасқан мына көп тұстар ғой. Ең биік шыңдар. Осыны скриншот жасап өздеріңізге жазып алыңыздар. Мысалға, Азияның ең биік жері Джомолонгма, оңтүстік мана айтып кеттік қой. Джомолонгма шыңы туралы енді тоқталамыз. Алда міне 8848 метр. Оңтүстік Америка Аконгагуа шыңы 6960 метр. Солтүстік Американың Денали, бұл жерде екі түрлі көзқарас бар. Маккинли шыңы дейтін жауаптар бар. Африканың Килиманджаро, Еуропаның Эльбрус тауы, яғни Монблан тауының шыңы, Эльбрус шыңы, то есть 5642 метр, немесе Монблан 4810 дейді. Одан кейін Антарктиканың Винсон массиві, яғни 4800 метр, кейбір деректерде 5000 деп келеді. Одан кейін Австралияның Костюшка тауы, одан кейін теңіздік, яғни мұхиттық аралдардікі Пунчак Джая немесе Вильгельм таулары кеттік. Одан кейін Камерун. Камерун бізде Камерун республикасының оңтүстік батыс аймағында орналасқан, яғни Гвинея шығанында орналасқан белсенді жанартау. Демек, белсенді жанартау дегеніміз не? Әлі күнге шейін атқылайды дедік. Мана анау сөнген жанартау, сөнбеген жанартау. Бұл сөнбеген жанартау болып келеді. Неліктен? Себебі әлі күнге шейін тектоникалық процестер болып жатыр. Жалпы енді қай жылдар атқылаған десек, 1909, 1922, 1925, 2000 жылдар атқылаған екен. Камерун ежелден сөнген жанартау болып есептеледі дейді. Қателесіп кеткен сөнбеген деген сөзді. Одан кейін жауапымызды тастай береміз. Одан кейін мыналарды жауап емес екен түсінікті. Маргарита аралы, Венесуэлада ең ірі арал, оңтүстік Кариб теңізінде орналасқан, яғни өзінің солтүстігінде орналасқан. Жалпы Кош және Кубагуа аралдарымен бірігіп архипелаг болады, яғни ол Венесуэланың Нуэва Эспарта деп аталатын жалғыз аралдық провинциясын құрайды дейді. Жалпы аралдың көлемі 1071 километр квадрат. Халық саны 490 мыңға жуық халқы бар екен. Көріп тұрғандарыңыздай арал, міне. Демек, ол бізде арал екен. Жауапымызды тастай береміз.
соңғысы Джомолонгма. Джомолонгма біз мана айтып кеткеніміздей Азияның жалпы әлемнің жер шарының ең биік нүктесі. Екінші атау Эверест, Сагарматха деген де атаулары бар. Жер бетінің ең биік шыңы, биіктігі 8844 немесе 8848, 8850 деген де жауаптар бар, көп тұстар. Бірақ ең кең таралған мынау 8848. Жалпы Непалда орналасқан, Непал мемлекетінде. Непал және Қытайдың шекарасында, бірақ шыңның өзі Қытай территориясында орналасқан дейді. Енді жалпы көріп тұрғандарыңыздай міне Джомолонгма. Эверест деген кино бар, білесіздер. Жалпы сұрақтың тікелей жауабы, 13-ші сұрақтың жауабы В болады. Африка материктің ең биік нүктесі Килиманджаро. Арна тіркеліп кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, төменде қазір описанияға нөмірлерімді қалдырам, немесе комментарий жазып кетсеңіздер болады. Сұрақтарыңызды міндетті түрде жауап беремін. Жалпы осындай форматтарды жалғастыра береміз.